Біз Норвегияға көшіп келгенімізге 1 жылдан асты атты айдарымыздың 2-ші бөлімі. Осы уақыт ішінде біз не байқадық? Қоғамдағы сенім. Адамдар заңға, жүйеге және бір-біріне сенеді. Норвегия конституциялық монархия, яғни елде король, монарх бар, бірақ оның өкілеттілігі шектеулі. Түсінікті қып айта кетсем, мемлекет формасы корольдік, ал саяси жүйесі демократиялық парламенттік мемлекет. Корольдің рөлі негізінен рәміздер және салтанатты мерекелерге қатысу, елді таныстыру болып табылады. Қалған Европа елдеріндегі корольдіктермен салыстырғанда Норвегия корольдігі ең қарапайым болып есептеледі. Біз тұратын Норвегияның оңтүстік батысындағы Ставангер қаласы жаңбырлы болып есептеледі. Бұл қалада жылына 200-ден астам жаңбырлы күн болады. Фьордтар туралы айта кетсек, Норвегияда 1000-нан астам фьорд таулары бар. Норвегиядағы жалақы мен салық туралы айта кетсек, бұл әлемдегі ең жоғарғы салықтардың бірі бар мемлекет, бірақ соған сай әлеуметтік жағдай да жақсы. Бейнебаянымыздың 1-ші бөлімінде норвегтердің негізгі ас мәзірінде лосось балығы деп айтқан едім. Я, шынымен кәуап емес, балық. Норвегияда негізгі тағам балық пен теңіз өнімдері. Қоңыр ірімшік, брюност, тәтті ірімшік. Ол ұлттық өнім болып табылады. Әрбір жұма күндері норвег жанұялары өздеріне мексикандық тако жұмасын ұйымдастырады. Бұл жұмсақ немесе қытырлақ жұқа нанның ішіне түрлі өнімдерді салып орайтын тамақ. Ішіне көбіне қуырылған ет, сиыр немесе тауық, көкөніс, ірімшік, салат, соус салады. Яғни ол бір жағынан фастфуд, бірақ көкөніс пен ет қосып, пайдалы етіп те жасауға болады. Норвегтердің қазақтармен ұқсастығы туралы айта кетсем, олар қойдың басын үйтеді және мүжейді. Жабайы табиғат мұнда тағы бар. Елік пен бұғы қала сыртында жиі кездеседі, ал киттерді көру мүмкіндігі де бар. Солтүстікте арнайы турлар бар екен. Сонда бұл елдің орнатқан 40%-ға жуық салығы қандай заттарға жұмсалады деген сұрағыңызға былай деп жауап береміз. Көлік пен инфрақұрылымға жұмсалады. Норвегия электромобильдер елі. Әлемде ең көп Тесла осында. Ұзын туннельдер де. Әлемдегі ең ұзын жол туннелі Лаэрдал 24,5 шақырым осы Норвегияда. Елде негізгі аталып өтетін мерекелерден 17 мамыр Норвегияның тәуелсіздік күні және Пасха мерекесі. Одан қалды Рождество мерекесін атап өтеді. Рождестволық шыршаны Осло жыл сайын Лондонға сыйлайды, екі елдің достығының белгісі ретінде. Қоғамдағы ерлер мен әйелдердің теңдік мәселесі тағы бар. Норвегияда әйелдер мен еркектердің құқықтары барынша тең. Әкесіне де декреттік демалыс беріледі. Сонда бұл елдің экономикасы қандай екен деген сұрағыңызға, Норвегия Еуропадағы басты мұнай өндірушілердің бірі. Мұнай қоры Oil Fund мемлекеттік мұнайдан түскен табысты болашақ ұрпақ үшін арнайы қорға жинайды. Бұл әлемдегі ең ірі мемлекеттік қорлардың бірі болып табылады. Ал қазір студенттерге өте құнды ақпарат. Университеттері туралы айта кетсек, Норвегияда оқу тегін, тіпті шетелдіктер үшін де. Бірақ оған түсу үшін белгілі бір шарттары бар. Норвег дәстүріндегі тағы бір ерекшелік бұл хютті, яғни қала сыртындағы үйлері. Көпшілігінің тауда немесе теңіз жағасында шағын ағаш үйі бар. Демалыс күндері сонда барып демалуды жөн көреді. Әрбір екінші норвегтің моторлы қайығы бар. Ол қайығы үшін салық төленіп және судың жағасындағы тұрағы да ақылы. Қазіргі таңда Норвегияның халық саны 5,5 миллионға жетті. Халық саны аз болғандықтан да кей жерлерде полиция қару ұстамайды, себебі қылмыс деңгейі төмен. Норвегтердің тағы бір ерекшеліктері басқа Европа елдерімен салыстырғанда олар үйлерінде сыртқы аяқ киімдермен жүрмейді. Жай кіреберістегі есік алдына шешіп үйге кіреді және келген қонақтарынан да соны талап етеді. Ал сізге Норвегия туралы айтылған фактілердің қай жағы ұнады? Пікірге жаза кетіңіз.